Сәлем, құрметті оқырманым. Бұл видеоны өмірдегі ең маңызды сфералардың біріне арнаймыз. Ол қаржы сферасы. Видеоға лайк басып, подписка жасап, қоңыраушаны басып, маған қолдау көрсетіп отырыңыздар. Қаржы сферасында табыс деңгейін 5-ке бөлуге болады. Енді мына сұрақтарға жауап беріңіз. Бірінші, қандай табыс деңгейі сіз үшін қаржылық қорқыныш, яғни финансовый кошмар деп аталады? Жанына санмен жазыңыз. Екінші, қандай табыс деңгейі сіз үшін қаржылық дискомфорт, яғни финансовый дискомфорт деп аталады? Жанына суммасын жазасыз. Үшінші, қандай табыс деңгейі, қандай сумма сіз үшін финансовый комфорт деп аталады? Төртінші, қандай табыс деңгейі сіз үшін сәнді өмір, яғни роскошная жизнь деп аталады? Және бесінші, соңғы деңгей қаржылық еркіндік. Ай сайын қандай табыс өзіңізге әкелсеңіз, соны сіз қаржылық еркіндік деп атар едіңіз. Енді келесі тапсырма. Сіз өткен жыл бойы ақшамен қандай қарым-қатынаста болдыңыз? Бізде қазір 2 таблица толтыру керек. Біріншісі кіріс таблицасы, екіншісі шығыс таблицасы. Өзіңіздің жеке қаржылық жағдайыңызды жазып жүрген болсаңыз, осыған дейін соған қарап жазасыз. Егер ондай жасамаған болсаңыз, онда ойыңызға түсіріп таблицаны толтыру керек. Каспи приложениясы, халық банк приложениясы немесе басқа банктың карточкасын пайдаланып жүрген болсаңыз, солардың историясынан қарап таблицаны толтырсаңыз болады. Біріншісі, атап өткендей, кіріс таблицасы деп аталады. Айлардың тізімін жазасыз, тұрақты кірістер жазасыз, мезгіл сайын әкелетін кірістерді, уақытша подработка дейміз, уақытша жұмыстан келетін кіріс, актив және пассивті жазатын боласыз. Келесі таблица бізде шығыс деп аталады. Айлардың тізімін жазасыз, тұрақты шығыстарыңызды жазасыз, мезгіл сайын шығатын шығыста, қарыздарыңызды жазасыз, және жыл сайынғы белгілі бір шығыстарыңыз бар, және жинақтарыңыз, сбереженияларыңыз, жинаған ақшаларыңыз болса, әр айға тізіп жазатын боласыз. Біздің мақсатымыз осы 2 кестені толтыру арқылы өз ақшамыздың қозғалысын көру. Сіз қазір қай жерде екеніңізді, қаншалықты тиімді өз ақшаңызды қолданып жүрсіз, соны түсіну. Қаншалықты қосымша пайда көзін аштыңыз өзіңізге немесе отбасыңызға? Осы жылға қанша ақша жинай алдыңыз? Ақшаңызды қайда жұмсадыңыз? Енді экспресс анализ жасайық. Өзіңізге шынымен де жауап беріп көріңізші. Сіз табыс деңгейіңіз қаржылық еркіндікке жеткен адамсыз ба? Егер қаржылық еркіндікке жетпесеңіз, неге қазіргі уақытқа дейін финансовый свободаға қол жеткізе алмадыңыз? Не жетпейді? Қандай іс-әрекет қолданған жоқсыз? Қандай ілім жетпейді сіз үшін? Қандай 5 қасиетіңіз бойыңыздағы сізге дамыту керек? Ақша жоғалтқан кезіңіз болса, сол уақытты сипаттап беріңізші. Қандай сезімде болдыңыз? Сіздің ойыңызша, сол ақшаңыз жоғалту үшін сізге не әсер етті? Не себеп болды? Қандай қорытынды шығардыңыз? Өзіңізге, өзіңіздің болашағыңыз үшін қандай сабақ алдыңыз? Сіздің ойыңызша, не нәрсе сізге 2 есе табыс табу үшін кедергі болды? Болашақта 2 есе табыс табу үшін не жасау керек? Егер 2 есе табыс табатын болсаңыз, өзіңізді қалай сезінетін боласыз? Бүгінгі анализда сіз болашақ қаржылық еркіндікке мықты фундамент салатын болады. Қанекей, уақытымызды максималды түрде тиімді жұмсап үйренейікші. Ендеше қосылыңыздар, ойланыңыз, анализ жасаңыз. Ішкі қорқынышыңызды жеңіп үйренейік. Қорқынышты жеңу деген, сол қорқынышқа қарай жүру деген сөз. Сол кезде жомарт сый-сияпат өзін күттірмейді. Армандарыңыз орындалады. Күнделікті әрекет етіп үйренейік. Әлемдік деңгейге жету үшін күнделікті шаршамай әрекет етейік. Бүкіл жан тәніңізбен. Ертең бізде бұдан да керемет тапсырмалар күтіп тұр. Ендеше осы тапсырманы, бүгінгі тапсырманы дәл қазір орындаңыз. Құрметті оқырманым, әрбір видеоны қарап отырған жанға қаржылық еркіндікте болуды шын жүректен тілеймін. Ақша санағанды жақсы көреді дейді. Міндетті түрде өзіңіздің дәптеріңізге кірісіңіз бен шығысыңызды жазып, ақша сізде емес, сіз ақшаны басқарып үйреніңіз. Ақшаңыз
көп болсын. Қаржылық деңгейіңіз финансовая свобода. Қаржылық еркіндікте болуыңызды тілеймін. Келесі видеолар бұдан да керемет ақпараттар болады. Жіберіп алмау үшін міндетті түрде лайк басып, подписка жасап, қоңыраушаны басып, әрқашан бірінші болып көріңіз. Келесі кездескенше сау болыңыз.